Сәлем достар, мен Бұрхан Адиханов. Бүгін сіздермен болашақ интервьюға дайындықты сөйлесеміз. Болашақ интервьюі бұл маңызды этаптардың бірі, SHL-дан кейін, комплексный тестированиеден кейін өтеді. Осы орайда көп азаматтар дайындықты немқұрайлы қарап, кейбір сұрақтарға дұрыс жауапты логикалық аргументтермен жеткізе алмайтын болады. Сол сұрақтардың давайте біреуін бүгін қарастырайық. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі, оқудан кейінгі жоспарыңыз қандай? Яғни оқудан кейін, магистр оқуын аяқтағаннан кейін не жасайсыз? Немесе стажировканы аяқтағаннан кейінгі жоспарыңыз қандай? Оқуды аяқтағаннан кейінгі жоспарым Қазақстанға оралам и өзімнің қазіргі істеп жатқан жұмысымды ары қарай жалғастырамын. Мен жалпы өзімнің оқиын деп жатқан университетімде education саласынан оқып, жаңағыдай курстарды оқып, потом Қазақстанға келіп еңбек сіңіргім келеді. Мен жалпы өзімнің үлесімді қосқым келеді. Мен тренингтерді өткіземін, мен үйретемін адамдарға. Мен жалпы осы уақытқа дейін көптеген оқу орталықтарын жүргіздім. И мен оқып келгеннен кейін мен мақсатым мектеп ашу. Мен инновациялық мектеп ашам, и мен директор болам. Оқудан кейін жоспарым сондай. Мен онколог дәрігер болып жұмыс істеп жатқаныма жалпы 8 жылдан асты. Қазіргі таңда онкология сферасында, диагностикасында және емдеу тәсілдері бойынша жаңа технологиялар ойлап табылуда. Соған байланысты мен қазіргі бара жатқан оқуымда соның жаңа методикаларын, диагностика методикаларын және де емдеу методикаларын үйреніп, Қазақстанға келген кезде соны тәжірибеме енгізу негізгі жоспарым. Өйткені бізде қазіргі таңда жаңадан инвестициялар жасалып жатыр. Біздің именно больницаға да, елімізге де. Сол себепті осы салада мамандар керек. Сол оқыған, білген мамандардың бірі мен болғым келеді. Данное обучение позволит мне развиваться в своей сфере. Я продолжу профильную работу в своем министерстве. Дальше я предполагаю, что компетенции в данных отраслях дадут мне возможность стать замакимом области и развиваться в этой сфере. Честно айтатын болсам, об этом не задумывался, ойлаған жоқпын оны. Наверное, бірінші оқып алайық, а дальше көреміз. Мен қазіргі таңда университетте research assistant болып жұмыс істеп жатырмын. Осы бар жатқан университетімде менің жақында шығарған публикацияма байланысты профессор Шольман бар екен. Сол кісінің лабораториясында жұмыс істеп, тәжірибе жинақтағаннан кейін қазіргі жұмыс істеп жатқан университетімде ары қарай ғылыми жұмыстарды жалғастырып, келешекте PhD оқуларына түсіп, жалпы осы сфераның маманы, эксперті болғым келеді. Яғни осы green chemistry менің қызығатын мамандығым. Наверное, мен келіп өз жұмысымды жалғастырамын. Мына оқу маған мотивация болады. Маған мынау шетелде оқу өте үлкен мотивация болады. И менің шетелде оқып келгенім вообще менің оқушыларыма, менің әріптестеріме өте үлкен мотивация болады. Сізге жауап нұсқаларының ішінде қайсысы ұнады? Комментарийге бөлісіп, пікіріңізді білдіріңіз.